Қайырлы күн достар, менің ауылдың келіні атты каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пісіретініміз шоколадты құймақтар, какао қосылған құймақтар. Негізі керек ингредиенттер бетіне және описанияға жазып қоямын. Қант және шым тұз және сода қажет болады. Араластырып, венчикпен араластырып, бір жұмыртқа қосып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Осы массамызды сүтіміздің жартысын құямыз. Барлығын емес, жартысын ғана құямыз. Араластырып қоямыз. Құрғақ ұнымызға какао қосып, араластырып, одан кейін массамызды қосамыз. Ұн мен какаомызды барлығын бірден сала салмаймыз. Бірінші жартысын ғана саламыз. Араластырамыз. Қалған ұнымызды қосамыз, какао мен ұнымызды. Ұнды бір келкі масса болғанша араластырамыз. Бізде осындай қою қамыр шығады. Осыған тағы кішкене сүтімізден қосып араластырып аламыз. Енді жаңа сүтімізден қалған сүттің бәрін қосамыз. Тісімізді қалған сүтті қосып, бір келкі түйіршігі қалмаған дұрыс. Түйіршігі қалса, егерде ұнды түйіршік болып қалады, ол өте әдемі көрінбейді. Бізде осындай сұйық қамыр шығады. Осыған 100 грамм жылы су қосып, тағы да араластырамыз. Қайнаған суда бола береді, бірақ өте ыстық болмасын, жылы болсын. Енді сұйық майымызды қосып араластырамыз. Сұйық майымыз араласып кеткен дұрыс, бір келкі масса болып. Сонда біздің құймақтарымызды жабыспай піседі. Бізде осының сұйық қамыр шықты. Осыны сковородкада пісіреміз. Сковородканың алдын ала сұйық май жағып аламын щеткамен жұқа қылып. Осылай қиянын қысып тұрған табама. Өте қатты қыстырмаймын. Орташа отта қыстырып пісіремін. Бізде осындай түйіршіктер шығады. Тесіктер точка қылып. Өзі білінеді аударатын өзі. Екі бетінен пісіреміз. Піскеннен тарелкаға алып суытамыз. Жылы күйінде де жесеңіздер болады, ыстық күйінде де жесеңіздер болады. Салмасына өздеріңіз әрқалай. Творог болсын, повидло болсын, джем болсын, сгущенка болсын қосып жесеңіздер болады. Бірақ бізге бала-шағамызға осылай құрғақ күйінде жылдай жеген ұнайды. Сәл-сәл күйдіріңкірге пісіремін. Маған өзіме қатты ұнайды күйдіріңкірген арасында. Күйдіремін. Кейбірін қатты күйдірмеймін. Бізде осындай құймақтар шықты. Осы рецептті дайындап көрсеңіздер, сіздерге дәл осындай құймақтар болады. Балаларға да өте ұнайды.
какаоның дәмі шығып шоколад